Баршаңызға қайырлы күн достар. Бүгін сіздермен французша ет тағамын дайындайтын боламыз. Үйде жасап көріңіздер, дәмі өте керемет болып шығады. Егер де менің видео рецепттерім сіздерге ұнап жатса, каналыма жазылуды ұмытпаңыздар. Ал енді бұл тағамымызды дайындау үшін бізге тартылған ет, туралған картоп, ұсақтап туралған пияз бен домалақтап туралған помидор керек. Және де бір кесе қаймақ пен татымына қарай тұз бен бұрыш керек. Енді печкамыздың формасын жақсылап майлап аламыз, астына жабысып қалмас үшін. Домалақтап туралған картоптарымызды дәл видеодағыдай етіп қойып шығамыз. Картоптан кейін үстіне пиязымызды саламыз. Енді тартылған етімізге тұз бен бұрыш қосып, бір жұмыртқа қосып жақсылап араластырып аламыз. Пияз бен картопымыздың үстіне аздап тұз бен бұрышты сеуіп шығамыз. Енді тартылған етімізді осылай форманың үстіне орналастырып шығамыз. Тартылған еттен кейін осылай қайтадан картопымызды қойып шығамыз. Арасын тығыз қылмаймыз. Тағы да тұз бен бұрышты сеуіп шығамыз. Енді бір кесе қаймағымыздың үстіне тұз бен бұрышты салып, жақсылап араластырып, картоптың үстіне жағып шығамыз.
Енді домалақтап туралған помидорларымызды үстіне қойып шығамыз. Дайын болған тағамымызды енді 180 градуста алдын ала қыздырылып тұрған печкада 45-50 минут пісіріп аламыз. Сіздерге ескерте кететін бір жайт, екінші слой картопты қойсаңыздар, осылай бетін фольгамен жауып пісіріңіздер. Екінші слой картошканы қоймай-ақ қойсаңыздар да болады. 45-50 минут піскен тағамымызды алып печкадан үстіне сырды теркадан өткізіп саламыз. Сырды үгітіп болғаннан кейін 5 минутқа печкаға салып аламыз. Ал достар, осымен французша ет тағамымыз дайын болды. Осылай шетінен 4 бұрышты етіп кесіп алып, тарелкамызға салып, ұсына берсек болады. Дәмі өте керемет болып шығады. Үйде жасап көріңіздер. Сіздермен бірге Тоғжанның асханасы. Егер де менің каналым сіздерге ұнаса, лайк басып, комментарий қалдырып, каналға тіркелуді ұмытпаңыздар.